Балалар, бізде қазір қазақ тілі сабағы. Ортақ тақырып өнер. Бөлімше етістік туралы білетінімді еске түсіремін. Сабақтың мақсаты берілген сөздерден етістікті табады. Сөйлемнен сөз таптарын зат есім, сын есім, сан есім, етістік ажыратады. Балалар, ал есімізге түсіріп көрейікші кәне. Етістік дегеніміз не? Ол қандай сұрақтарға жауап береді? Кәне, бір-екі мысал келтірейікші. Ойланайық, балалар. Тамаша, дұрыс айтасыңдар, балалар. Мен сендермен толық келісемін. Етістік дегеніміз заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктің сұрақтары: не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, отыр, оқыды, тоқыды, биледі, секірді, жүгірді. Бұның бәрі етістік. Балалар? Тамаша, балалар. Сендер бәрін дұрыс айттыңдар. Ендеше, балалар, оқу тапсырмаларымызға назар аударайық. Бүгінгі күн атауын жазамыз, яғни 2 ақпан. Каллиграфиялық сәтке у әрпінің бас әрпін және кіші әрпін барлық талаптарға сай етіп, көркем жазып шығамыз. Жазып бітсек, балалар, бірінші оқу тапсырмасына назар аударайық. Бұл сендердің оқулықтарының 41 бетіндегі бірінші жаттығу. Яғни, балалар, бұл тапсырма мынандай дескриптор арқылы жасалады. Бірінші, мәтінді мұқият оқиды. Екінші, етістіктерді тауып жазады. Оларға сұрақ қояды, қарындашпен жазады, көркем сауатты жазады. Яғни, балалар, сендер мәтінді оқып аласыңдар да, етістіктерді не істейсіңдер? Табасыңдар. Яғни, ол қарамен жазылған сөздер, балалар, мәтінде беріліп тұр. Әдемілеп, қатесіз жазып аласыңдар да, төбесіне қарындашпен сұрағын жазып қоясыңдар. Түсінікті ме, балалар? Тамаша. Ендеше 2 оқу тапсырмасына назар аударайық. Бұл сендердің оқулықтарының 42 бетіндегі 2 жаттығу. Бұл жаттығу мынандай дескриптор арқылы жасалады. Бірінші, көп нүктенің орнына тиісті етістіктерді қояды. Екінші, сөйлемді толықтырып жазады. Үшінші, көркем сауатты жазады. Яғни, балалар, керекті сөздер бұл жаттығудың астында берілген екен. Тамаша. Ендеше, балалар, 3 оқу тапсырмамыз оқулықтарының 42 бетіндегі 3 жаттығу. Бұл жаттығу мынандай дескриптор арқылы жасалады. Бірінші, сөйлемдерді оқиды. Екінші, 2 бағандағы сөздерді сәйкестендіріп жазады. Үшінші, көркем сауатты жазады. Яғни, балалар, сендерге 2 баған берілген екен. Осы 2 бағандағы сөздерді бір-біріне не істейсіңдер? Сәйкестендіресіңдер. Тамаша, балалар, сендерге барлық тапсырмалар түсінікті деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Балалар, сабағымыздың сонында сабағымызға кері байланыс береміз. Яғни, леп белгісін жазғандарын, маған бәрі түсінікті дегендерін, сұрақ белгісін жазып жібергендерін, әлде де сұрағым бар дегендерін. Жақсы, балалар, осымен қазақ тілі сабағы аяқталды. Келесі сабаққа дайындаламыз.